Selam dostlar, bu sizin Malik TV anası. Bugün biz Qala Soğudun birinci bölümünü түсіретін боламыз. Және де біз видео түсірмей мынадай үй соғып қойдық, және де мынадай үй соқтық. Бірақ бұның ішінде пол жасалмаған. Келесі серияда жасайтын боламыз. Мынау менің үйім, мынау менің інімнің үйі. Екінші этажын соғамыз әлі. Бұныңкі де әдемі болады менің сияқты. Ал бүгін біз парк соғамыз. Мен інім, қазір інім кіреді. Сәлем деші інім. Сәлем. Естігіңіздер болсын. Парк соғамыз, саябақ, отырып демалатын жер. Ішінде фонтан болады. Лишний. Айтпақшы достар, сіздерге Майнкрафтта мынандай ортасында крестик тұрғаны ұнай ма, әлде тұрмағаны ұнай ма? Соны айтыңыздаршы комментарияда. Сосын сіздердің кеңестеріңізге құлақ асам. Сосын қандай болғаны дұрыс, соны білем. Ал бүгін мен осындай крестикпен түсіретін болам. Ортасында көріп тұрғандайыңыздай. Міне заборды мен биіктігі 2 блок. Солай әдемі болады деп шештім мен. Сондықтан осылай. Соға берейік ары қарай. Қазір кіретін. Мынаны сындырып, әдемілік жасайын. Міне осылай. Міне әдемі болды. Сосын мына 3 блокты сындырып тастайын, кіретін жері. Яғни 5 блокты. Осындай кіре беріс болады парктан. Қазір. Кешірім сұрайын достар. Бірақ та інім кіре алмай қалды. Өйткені Майнкрафтта бірдеңе болып қалды оның телефонына. Сондай шаруалармен ол кіре алмай қалды. Өкінішке орай бүгін інімсіз түсіретін болдым. Бірақ сонда да жалғастырамыз түсіруді. Фонтан жасау үшін бізге мынадай ступенькалар керек. Жоғына оңай фонтан жасайын. Дәл ортасын тауып алайық. Міне осылай. 2 блок міне. Кешіріңіздер, жаман дауыстар. Назар аудармаңыздар. Осылай. Мына жерге су құямыз. Мына жерге су құямыз. Міне фонтанымыз дайын. Енді бізге отыратын орындықтар жасау керек. Адамдар келіп отырып демалатын орындықтар. Міне. Біз видеоны жалғастырамыз. Міне. Орындықтар жасауды жалғастырайық. Осындай үлкен орындық болады мына жерде. Мына жерде дәл сондай орындық болады. Жаған адамдар отырып осыған келіп демін басады. Мына жерге қойып кете бергеніз. Мына жерге жасайық. Бұл жерге бұлайынан жасайын деп шештім.
Осылайынан жасайын деп шештім. Мына жерде бүкіл жер ағаш болсын. Кешіріңіздер. Достар, біз видеоны жалғастырамыз. Кешіріңіздер. Мына жерге қойған жөн болмас. Мына жерге қойған. Сосын мына жерге үлкен ағаш жасайын. Енді осының бәрін өсіріп шығу керек. Мынаумен. Қалғандарын қалай өсірем? Арғы бетіне қалай шығам? Міне осындай үлкен ағаш болады. Ананы да өсірейін. Мынаны да өсірейін. Міне өсті. Мынаны да өсірейік. Соңғы екі ағаш жай өсті ғой. Міне бізде осындай керемет парк шықты. Сиріп бітті бәрібір. Енді інімнің үйін аяқтап жібере салайық. Әйтпесе бұл видео тез бітейін деп тұр. Паркты тез соғып тастадық. Мыналарды тез сындырып тастайық. Сосын сіздерге өзімнің үйімді көрсетем. Ішін. Сындырып тастайық. Бұның орнына пол жасаймыз. Кешіріңіздер. Памет болып кеткен, соны хабарлап отыр бізге. Міне болдық. Енді қазір сіздерге мен лампы жасаудың тәсілін үйретейін. Әдемі тәсілін. Қаяқта еді лампа? Қателеспесем осы жерде. Міне. Сосын стекло керек. Мына жерге қоямыз. Сосын стекло қоямыз мына жерге. Мына жерде де дәл солай істейміз. Төрт уылдан солай істеп шығамыз. Ана жерді жабу керек. Әйтпесе стеклодан көрініп қалады. Полын жасай берсек болады. Міне. Шамайлы қалды. Бітіп те қалдық. Сиыр мөңіреп жатыр ана жақта. Майнкрафтта. Міне біттік.
Болды. Енді есікті жауып қояйық. Ой, мына есік. Енді екінші этажға жол жасаймыз. Яғни ерекет ступенькілермен. Осылайынан сындырайық. Міне осылай. Енді біз былайынан қойып шығамыз. Бұл үйде де балкон болады деп ойлаймын. Көріп жатамыз. Не болып кетті мына жер? Былайынан соққан жөн шығар. Ой, бір. Осылай соққан жөн. Ой, не қылдың ау? Соғып болғасын сендерге көрсетемін. Міне достар, осылай етіп істеп шықтым. Атымен арғы бетіне терезе салмаймын. Солай шештім. Төбесін де істедім. Ал қазір мен светін істеп шығайын. Сосын барып, ішін келесі бөлімде істейміз. Шынымен мен де өзімнің үйімнің ішін келесі бөлімде істеймін. Қазір сіздерге көрсетемін үйімді. Бірақ үйімнің дәретханасының ішін істеп қойғам уже. Әдемілеп болғанда туалет пен қол жуатын жер жасаған болды. Міне. Іші жарық. Мынаны алып тастау керек. Сосын былай жасау керек. Міне. Ол да лестницасы бітті. Енді екінші этажын көрейік. Келесі бөлмеде бөлмелермен үйдің ішімен айналсам. Мынандай терезені неге жасады деп ойлап отырсаңыздар, осындай терезелер қазір мода болып жатыр. Екі этажға өте әдемі жарасады. Сондықтан да мен осындай терезе жасап қойдым. Енін 3 блок қылайын. Сол жөн шығар. Дәл ортасында тұрады әдемі болып. Ой. Болды мінекей. Болды. Енді қазір сіздерге өзімнің үйімнің ішін көрсетейін. Мынау гараж. Бұл жерге машина қоямын. Бірақ қазір әдемілік үшін тұр бұл гараж. Міне мынау туалет. Мынау қол жуатын жер. Ана кнопканы басып дәрет алуға болады. Осылай.
мына балкон. Ал сіздермен болған Алюк ТВ-ні сау болыңыздар. Каналға жазылып, подписка жасап, комментарий қалдырыңыздар.